Ассалаумалейкум жігіттер. Бізде қазір Kia Rio автокөлігі. Kia Rio. Ең бірінші шыққан Риолардың бірі. Бұл көлікте кондер жасамайды, кондиционер қосылмайды. Ең алдымен біз қазір не қараймыз, соны айтып өтемін, түсіндіріп. Ең алдымен көлікте кондиционер жұмыс жасау үшін фреон міндетті түрде болу керек. Фреонсыз кондиционер қосылмайды. Егер қосылса, компрессор жанып кетеді. Сол үшін фреонды көретін датчик бар бұл көлік. Әрбір көлікте бар. Кез келген көлікте фреонның бар жоғын көретін датчик бар. Егер ол датчик қосылма, ол датчик бірінші рұқсат береді. Фреонды көреді давлениесін. Фреон болған жағдайда қосылуға рұқсат береді. Ал егер фреон болмаса, қосуға рұқсат бермейді. Сондықтан ең бірінші көліктің кондерін қарамас бұрын кондиционер заправка жасайтын жерге барып фреон тексертіп алыңыздар. Фреон тексертіп аласыз бірінші. Содан кейін барып давление ұстай ма, ұстамай ма, оны да тексеру керек. Мүмкін утечка болуы мүмкін, құйған фреоныңыз ағып кетуі мүмкін. Сондықтан кондиционер заправка жасайтын, яғни фреон заправка жасайтын жерлер жақсы дұрыс жұмыс істеу керек. Себебі қазір дейтін кез келген адамдар жолда тұрып алып, жаңағыдай фреон жасай береді, заправка жасай береді. Оның барлығына сене бермеңіздер. Сондықтан дұрыс жерге барған жөн. Бұл көлікте фреон заправка жасалған, давление ұстап тұр. Енді қазір алдымен не тексереміз бізде? Көлікті оталдырайық. Көлікті оталдырамыз. Вентилятор қосамыз. Кондер қосамыз. Кондердің лампочкасы жану керек. Ол бір. Келесі бізде байқасаңыз, бізде вентилятор қосып тұр. Қазір вентилятор қосып тұр. Ол деген біздің кондиционерге рұқсат берді деген сөз. Үшіншіден бізде компрессор қосылу керек. Бірақ қазір компрессор бізде қосылмай тұр. Кондер қосылған кезде тық деп жаңағыдай компрессор қосылады да, магнит сөйтіп жаңағыдай уже салқын жел айдайды. Қазір бізде компрессор қосылмай тұр, соны қайтып аламыз. Бұл үшін көлік өшіреді. Ең алдымен бізден предохранительден кондер деген тауып аламыз. Бізде бұл кон деп тұрады, мына air conditioner деген кондишн 41-ші. Мына схема бойынша тауып аламыз. 41 деп тұр. 41 бізде мына жоғарыда жақта тұр. 41-дің қазір релесін шешіп қараймыз. Бізде реледе көрсетіп тұр, предохранительдер көрсетіп тұрған жоқ. Бұл жерде 30 бен 87-ні қараймыз. 30 бен 87 екеуі қарама-қарсы тұр. Бұл реленің қызығы, былай салсаңыз да жұмыс істей береді. Былай салсаңыз да 30 бен 87 болады, былай салсаңыз да 30 бен 87-ге дәл түседі силовойға. Енді осы жерден питание қарап жүрейік қазір. Питание қарау үшін біздер 30-ды қараймыз. Мына жерде қазір бізде слабенький минус тұр, мына жерде. Мына жерде слабый минус тұр. Ал мына жерде плюс тұру керек. Плюсіміз жоқ. Енді мына жерде плюс управление, мына екеуі управление басқаратын контактер. Мына жерде плюс тұрақты тұр. Ал мына жерде минус қай уақытта келеді? Көлікті оталдырып, барып кондерді қосқан кезде минус келеді. Сөйтіп осы екеуі релені қосады. Ал мында бізде қазір данный момент плюс жоқ. Плюс жоқ. Ал мынау кондерға кететін, компрессорға кететін тоғымыз. Енді осы жерден қазір біз плюс беріп, кондер қосыла ма, қосылмай ма, соны тексеріп алғым келіп тұр. Ол үшін маған контроль керек. Ең алдымен қазір мына жердегі плюсті таппастан бұрын кондерға кететін, компрессорға кететін мына контакты мен контролька арқылы плюс берем. Яғни лампочкаға қарапайым бір жағы плюсте тұрады, ал екінші жағы мен былай берем. Бізде қазір бәрі дұрыс болса, кондиционерге айта берем да, компрессор қосылу керек. Бірақ біздің жағдайда бізде мында не тұр? Минус тұр, таза минус тұр. Сондықтан біздің лампочкамыз жанып тұр. Яғни замыкание деген сөз. Егер қазір мен тікелей плюсті алып мында беретін болсам, онда бізде искра пайда болады. Яғни компрессорге баратын тоқтың бойында бізде замыкание бар деген сөз. Енді қалай тексереміз? Енді компрессор жаққа барайық. Компрессорда бұл жерде бізде мынандай тоқ келіп тұр. Көксін
мына жерден үзілген ғой негізі. Мына жерде штекер арқылы керу керек, мына жерден үзілген, былай жалап қойған. Так, енді оны қазір мына жерден алып тастаймын. Мүмкін мына тоқтың бойында минус бар шығар. Болмаса компрессорға кететін мына тоқтың бойында замыкание болуы мүмкін. Сол үшін қалай тексеремін? Тағы да контроль кімді аламын. Былай да тексеруге болады, мысалы. Қазір мен жаңағы компрессорға келіп тұрған тоқты жалғау ғой, үзік қой өзі. Контрольді тегізем. Бізде жанбайды, замыкание жоқ. Яғни замыкание ана жақта қалды деген сөз. Енді былай қарайық. Яғни компрессордың тоғы, мынау тікелей компрессорға кетеді мынау тоқ дейтін. Компрессордың тоғы замыкание. Мүмкін компрессордың өзі де шығар, білмеймін. Сондықтан біз қазір проблеманы анықтап аламыз осылай. Мынада мешет етіп жүрмін. Мінекей, жанып тұр. Яғни мына жерде минус тұру керек. Бірақ та бұл проводқа негізі плюс келеді. Бірақ та минус келіп тұрғандықтан біздің лампочка жанып тұр, сосын ана жақта предохранитель жанып кеткен деген сөз. Өйстіп алдымен диагностикасын жасап аламыз. Проблема бізде компрессорға келіп тұрған тоқтың бойында емес, минус замыкание. Ал компрессордың өзінің ішінде болуы мүмкін. Ішінде болмаса, соған дейін болуы мүмкін. Мына проводтан бастап деген бұл. Сондықтан қазір компрессорге қарап көреміз. Компрессор мен өзім жөндемеймін, бірақ та біздің ең басты міндетіміз диагноз қойып, диагноз анықтау. Себебі көп жерлерде диагностика деп шығады. Мысалы, диагностика деп шығады да, сіз барасыз көлігіңізден. Диагностика компьютерін салады, лаунч сатып алған, Каспиретпен алып алған. Салады да, бүкіл қателігіңізді бүйтіп көрсетіп береді. Міне сенің ошибкаларың дейді болды. Сосын мына ошибканы құшақтап, сіз дейді қайда барасыз? Электриктерге барасыз, біз сияқты адамдар келесіз. Ал электриктер оған түсінетіндер бар, түсінбейтіндер де бар. Негізі кез келген электриктерде диагностика болу керек. Былайша айтқан кезде барлық электриктер диагноз бола алады. Барлық электриктер диагноз болады, ол 100% болу керек тіпті. Себебі қазір көліктер дамып кетті ғой, сондықтан барлығында компьютер бар. Сол үшін компьютер арқылы қарау арқылы бізде диагноз қойылады. Ал барлық диагностар электрик бола алмайды. Бүйтіп компьютер салып, компьютерін оқып, міне сенің қатең деп көрсеткен, ол диагностика емес. Диагностика деген диагноз қою деген сөзден шыққан ғой. Диагноз қою. Врачқа барғанда диагноз қояды ғой. Сол сияқты диагноз қою керек. Мысалы, сізде көлігіңіз трайт етіп тұр, барасыз, диагноз жасайды, сізде айтады, бірінші цилиндр пропуск деп көрсетеді. Пропуск деген сөз бірінші цилиндр дұрыс жасамай тұр деген сөз, былайша айтқан кезде. Енді бірінші цилиндр дұрыс жұмыс жасамай тұрғанына себеп қандай болуы мүмкін? Свеча болуы мүмкін, катушка болуы мүмкін, форсунка бітелуі мүмкін, тоқтардан болуы мүмкін. Болмаса тіпті компрессия болуы мүмкін. Соның барлығын диагностика айтып бере алмайды. Бірінші цилиндр сен дұрыс жасамай тұр дейді, болды, пропуск дейді, болды. Ал ар жағын анықтау керек болады. Сол үшін сіз ойланып алыңыз, диагностика барғанда сіз не үшін ақша бересіз? Просто компьютермен тығып, мына қателерің деп көрсеткен үшін бе, әлде точно диагноз қою үшін бе? Мысалы, маған келген кезде мен пропуск жасап, мен тексеремін. Мен компрессиясын тексеремін, свечасын тексеремін, катушкасын тексеремін, тоғын тексеремін, форсункасын тексеремін. Сөйтіп барып, сіздің бірінші цилиндріңіз жасамайды. Себебі сіздің катушкаңыз істен шыққан деп айтамын. Міне сол диагностика. Дәл сол сияқты компрессия, қазір кондер фреон жасауға барған, фреон жасаған, заправка, сосын айтқан, сенде мына плюс келмей тұр дейді, болды. Олардың білетіндер сол. Фреон заправка жасайтындар білетіндер сол. Сен компрессияңа тоқ келмей тұр дейді, болды. Электрикке бар дейді. Жақсы, электрикке келеді. Енді біз анықтап отырмыз, предохранитель жанып кеткен, плюс жоқ. Не үшін? Себебі мына жерде замыкание. Компрессияның өзінде замыкание. Оны қазір компрессияның ішінде ме, болмаса сыртында ма, қазір анықтап көреміз. Болмаса диагностика осымен бітетін болады. Сонымен жігіттер, қазір мына біздің проводымыз компрессияға кетіп тұрған. Компрессия деп кеттім. Так, жаңа бізде замыкание болды да, бүйтіп тигізген кезде. Замыкание болды. Жанып тұр. Енді қазір замыкание жоқ. Не үшін? Қазір бүйтіп көрсетейін сізге. Осы тоқтың бойында дөмелек көріп тұрсыз ғой. Солған масса жалғанған. Масса бізде қазір көрсетсем көріне ме екен?
мына жерге жалғанады, ортасында тесік тұр ғой, соған жалғанған. Мына темір, осы проводтың бойында тұрған темір кішкентай, ішінен қажалғанда фокус алмай жатыр. Ішінен қажалып корпусқа замыкание болып тұр ғой, былайша айтқан кезде компрессордың өзіне замыкание болып тұр проводымыз. Бар осы деймін. Қазір сізге алып көрсетейін, если получится. Сонда барлық түсінікті болады. Мынандай жаңа не ғой? Не деп болады? В общем, суть в том, что мынау егер компрессорге барып тұрған ток болса, осылай бізге жалғанған ғой, осылай жалғап, тесікте осылай тұрады. Осының үстінде массаның провод тұрады. Бізде мына кондердің проводы, мына теміріміз кондердің сымын қажаған ғой, былайша айтқан кезде. Қажап. Мына жерде онсыз да масса тұр ғой. Сөйтіп бізде замыкание қылтқан. Түсінікті ғой, иә? Дұрыс түсіндірдім ба? Сондықтан қазір қалай істейміз? Оны тіпті алып тастауға болады, мына тіпті бар ғой. Алып тастауға болады. Ана жерден проводын дұрыстап, келтіріп, қайта жалғаса істейді иншалла. Енді қарай жігіттер, мына компрессордың тоғын гофрамен өткізіп, уже мен ана тесікке жалғамаймын уже. Мына тесікке мына темірді салмаймын уже. Мына темірдің бойымен салмаймын уже. Бөлек жібердім. Мына жақтан жібердім. Негізі штекер болу керек, бірақ штекердің түбіне қиып тастаған екен. Ана тесіктің бойында не болады бізде? Масса болады. Масса. Соның орнына жалап қоямын. Минусы бөлек тұрады масса, плюсы бөлек тұрады. Бір-біріне жаңағыдай кедергі болмау үшін, замыкание болмау үшін. Содан кейін барып келесі мәселе уже бізде ана жерде жанып кеткен предохранительді іздеп тауып алып питание беру керек болады. Сонымен жігіттер, міне осы орын, осы тесік қой, міне. Осыған міне массасы тұратын. Масса минус жаңа айтқан темір тұратын. Мына темір мына жерден плюс өтеді. Енді жаңа айттым ғой мен дейтін, минусын бөлек жағалап қоямын, плюсті бөлек жаңағыдай жермен жағалап қойдым. Қазір оны реттейтін боламыз. Ендігі мәселе, замыкание бар ма жоқ па, қазір соны тексереміз. Ол үшін мұнда келеміз. Біздің релеге келеміз. 30-ші контактқа қазір біздің контролька бір жағы плюсті, бір жағы менің қолымда тигіземіз. Естіп тұрсыз ба? Компрессордың дауысы шықты уже. Лампочка не үшін жанып тұр? Лампочка после нагрузки жанады, бірақ андай қатты жанбайды, ярко жанбайды. Слабо жанып тұрды. Енді мен мана лампочкасыз, контролькасыз мынаған плюсқа тигізген кезде не болды? Искра болды ғой. Енді искра болмайды. Смело. Компрессорды қосып тұр, компрессорға жақындата қойшы. Қазір мен плюс берем, компрессор қосылады. Ендігі мәселе, мына жердегі қазір плюсті табу керек болады. Бізде мұнда плюс жоқ. Мынау бізде компрессорға кететін жағы, ал мынау плюс питание жағы. Мынау мана айтқан не болды? Управление басқаратын. Енді осы плюсті тауып алу керек бізге. Ол предохранительде тұрады, қазір қайда екенін тексереміз. Мұнда ма басқа іште ма, қазір оны тексеретін боламыз. Енді жаңа предохранитель тексеру керек қой. Бізде қайда тұрады, қайда орналасқан. Мына жерде келіп тұратын плюсіміз компрессорға жіберетін. Біздер мына бөліктен қараймыз қазір. Егер мұқиеттап қарасақ, мына жерде 7-ші кондиционер нүкте фан деп тұр. Кондиционер және вентилятор 20 ампер. 7-шісін тауып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7 мінекей шетте орналасқан. Яғни бізде ол мынау деген сөз. Қазір осыны алып тексереміз. Бұны енді тексерген кезде мына жерде өзінің кішкентай крышкасы болады. Көзбен тексеру үшін тексеруге болады, бүйтіп алып. Мына жанып кеткен. Көріне ме, көрінбей ме? Болмаса, точно уверен болу үшін былай бір проводты алам, плюсті алам, бір контактісіне тигізем.
біреуін тигіздім. Ал екіншісінен не істеу керек? Екіншісінен сол плюсіміз шығу керек. Мысалы мына плюс болса, екіншісінен сол плюс шығу керек. Бізде шықпайды. Көзбен де көрініп тұр негізі, қазір камерам көрінбейтін шығар. Камера көріне ме, көрінбей ме? Екеуінің арасы жоқ. Екеуінің арасы жанып кеткен. Сондықтан осы предохранительді ауыстырғаннан кейін барып бізге мында плюс келеді. Ол үшін не істейміз? Қазір мынадан қарызға бүйтіп сұрап алайық. Бетіш қарызға деп мында саламыз. Салдық. Мында плюс бар. Қазір мына предохранительді алып тастасам плюсіміз кетіп қалады. Түсінікті ғой, ал егер қазір мен жанып кеткен салатын болсам, плюсіміз бізде жоқ. Плюс жоқ мінекей. Сондықтан бізге предохранительді ауыстыру керек. Ол бір. Содан кейін барып уже тексеруге болады. Қазір предохранительді салып қоям. Релені салам. Енді көлікті оталдырып тексерем. Қазір тек үшіншісінің қалай неге жауап беретін. Blower деген бізде ішкі печкі сияқты, қателеспесем. Бірақ сонда да көрейік қазір. Компрессор түсіре ғой қазір. Қазір кондиционерді қостым. Көріне ме, көрінбей ме білмеймін, бірақ та компрессор тақ етіп қосылды. Так, мына ұстай тұр камераны, вентиляторды қосып жіберейін. Қосылды. Және іштен салқын ауаны бар. Так, бетте тұр. Соңғы дұрыс істемейді ғой деймін. Салқындық бар. Салқындық бар. Мынау біздің жаңа, мынау көтек дұрыс істемей ме бірдеңе? Өзінен шамалы шығып тұр. Мына жақтан жақсы шықты, жоғары жағынан жақсы шықты. Аяқта тұр. Салқындық уши бар. Сонымен достар, кондиционердің істемегеніне себеп болған бізде біріншіден мына темір, осы темір арқылы замыкание болған. Сөйтіп жаңа предохранитель жандырып жіберген. Мынаны алып тастадым, бөлек жібердім, мен айттым ғой. Предохранительді ауыстырдым. Сөйтіп бізде кондер істеді. Егер видео ұнап жатса, жігіттер каналға тіркеліп лайк басып, видеоны таратамыз. Ассаламу алейкум.